Мен Еламан ауылына келіп жеттім. Мінекей ауыл қаңырап бос қалып жатыр. Бұнда да үй қирап жатыр. Кешіккен газ құбыры. Ауылда инфрақұрылым болмағандықтан, жұмыс болмағандықтан барлығы жаппай көшіп кеткен ғой. Қалаға, басқа ауылға. Мына бағаналар әбден шіріп кеткен екен. Цементтің өзі көгертіліп, құлаудың аз алдында тұр. Мектеп бұл. Бір жамет пункт болған екен. Малдың реті азайды, мысалы, ешқандай үкіметтен көмек болмады. Қайырлы күн баршаңызға. Мен Еламан ауылына келіп жеттім. Мінекей ауыл, шағын ғана ауыл. 7-8 ғана үй қалған екен. Бұл елді мекен осы аптада ауыл мәртебесінен айырылды. Облыстық мәслихат сессиясында бұл ұсыныс қаралып, мақұлданды. Енді қаулы шығады жақында. Жалпы облыста, жалпы елімізде мұндай елді мекендер қазір көбейді ғой, шыны керек. Ауылда тұрғындар саны күрт азайып жатыр. Ауылдық ағайын жаппай қалаға көшіп жатыр. Соның салдарынан ауылдардың халі мүшкіл. Қазір ауылдың ішіне кіріп, жағдайды көреміз. Міне ауылдың шеті. Мінекей газ келіп тұр ауылға. Бірер жыл бұрын ғана келген екен ауылға. Ал бұл Еламан ауылы кіреберісі. Мінекей қирап жатқан шаруашылық нысандары. Көшіп кеткен ауылдық ағайынның шаруашылық нысандары ғой. Қаңырап бос қалған. Ал бұл үй бұрынғы қирап бұзылып жатыр. Қыста мен Кожевников деген ауылға барған едім ғой. Бұл жерде де тап сондай көрініс. Ауыл қаңырап бос қалып жатыр. Мына жерде де шаруашылық нысандары иесіз. Ал мынау бұрынғы үйдің орын екені анық. Бір жүрік жайып келе жатыр. Ауылға үміт беріп тұрғандай. Міне, үшінші жер учаскесі. Бұнда да үй қирап жатыр. Міне, көршілерден ешкім қалмаған, барлығы көшіп кеткен, және көшіп кеткендеріне көп болған. Газ құбыры келіп тұр, мінекей әрбір үйдің алдына. Бұнда тек мал шаруашылығымен айналысатын және қожалық ретінде айналысып отырған отбасылар ғана қалған, шыны керек. Міне, мына үйде адамдар тұр.
тұрып жатыр. Көше жоқ. Мына бойдай ешкім қалмаған. Мынау үйдің орны мінекей. Ана жерде де міне үйдің орны бар. Ана жерде қой бағып жүр. Міне жапсарлас орналасқан екі үй. Екеуінде де тұрғындар тұрып жатыр. Бұл да бір нысанның орны. Міне іргетас. Ауыл тым-тырыс. Барлығы қазір мал бағып жүрген сияқты. Электр желісі. Айтпақшы, бұл ауылда байланыс желісі жоқ екен. Свет ұстамайды. Байланыс аясынан тыс жердегі ауыл. Интернет түгілі шынымен байланыс жоқ, мүлде. Менің телефонымда екі бірдей байланыс операторының бар, сим картасы. Екеуі де ұстамай тұр, мүлде. Міне, тағы бір орын. Көше болған ғой кәдімгідей. Міне, тағы бір жер. Габысқа бір келіп тұр сонда да. Бірақ үй жоқ, адамдар көшіп кеткен. Кешіккен газ құбыры. Ауылда инфрақұрылым болмағандықтан, жұмыс болмағандықтан барлығы жаппай көшіп кеткен ғой. Қалаға, басқа ауылға жайлы қоныс іздеп. Міне үйдің орны. Шаруашылық нысандары өте көп, байқасаңыздар міне. Демек, біраз мал ұстағанға ұқсайды. Қайран ауыл. Өкінішке орай тек бұл ғана емес, мұндай ауылдар көп. Олардың бәрін бірдей көрсете алмаймын десе де, тырысамын жолым түскен сәттерде түсіруге. Міне тағы бір нысан орны. Ал, мына жерде шаруа қожалығы. Техникалар тұр. Қоражай, мал азығы жиналып тұр. Демек, анау жерде жапсарлас орналасқан екі үй. Мына жерде үй бар. Мына жерде де бұрын үй болған екен. Міне, орны жатыр. Қоражайдың орны. Міне үшінші үй, және әзірге төрт үй көріп тұрмын. Қаз қалпында тұрған. Ана бетінде де үйлер бар екен. Менің естуімше 7-8 үй бар деп еді. Демек, арғы бетінде болды ғой. Жиырмасыншы үй деген міне мекен жай жазылған.
Демек мына бойда кемінде 20 үй болған ғой. Мына жерде тағы бір үйдің орны жатыр, іргетасы. Мына бағаналар әбден шіріп кеткен екен. Цементтің өзі өгілтіліп, құлаудың аз алдында тұр. Я, кешіккен құбырлар, газ құбыры. Тағы бір қирақ қалған. Әлде шаруашылық нысаны ма екен? Небір жылдардың куәгері ғой енді осы тұрған. Бағаналар, шаруашылық нысандары. О! О, аман. Ассалам. Қайда келсің? Сырдан. Сиырдан. Салды ешкім жоқ қой? Бәрі малда жүр ма? Иә. Мына ойда тек қана қанша? 4 үй тұр да? 4 үй, иә. Сосын мына ойда 3 үй бар да? 4 үй ма тағы? 2 үй ғой бұлай, 2 үй. 2 үй не ма? Иә. Жапсарлас орналасқан 2 үй да? В общем, 4 отбасы бар да? Тағы. 8 үй болып тұр ғой да? Мына бұрынғы әлеуметтік нысан екен. Мектеп болды ма бұл? Иә, мектеп болғанда. 4 жылдық. 4 жылдық болды да? Қашан бастап бұны? 3-4 жыл болған. 3-4 жыл болды. Жауып қалғанда көп болды ғой. Одан бұрын жауып қалды бірақ та? Қанша бала бар енді қазір ауылда? Мектеп жасында? 10 шақты бала олар. Қайда оқиды олар? Көктеректе, Қарасу. Газ қирап қалғаннан кейін қойып қондырған ба? Тұрғын? Мал секемдесін деп. Жоқ, мына қирап қалғаннан кейін алып келді ғой да? Былтыр қондырылды ғой. Былтыр келді ауылға газ да? Шетеден тұрғызылған екен, иә? Мектеп бұл? Бір жағы медпункт болған екен. Кім бұзып тастады бұны? Сатып алды? Кім сатып алды? Басқа жақтан келіп сатып алды ма? Басқа болды. Сосын кіріш жазуларды алып кетті ма? Иә. Есік терезелерін алып кетті да? Міне мектеп. Бұрын ауылда қанша бала оқиды еді осы мектепте? 4 сыныпта мысалы қанша бала оқиды еді? 10-нан көп пе еді? 20? 15-20 шақты да? 4 баладан 5 баладан оқыдым. Сен осында оқыдың? Иә. Мына жерде мәдениет үйі болған екен бұрын. Міне жаңағы мектеп. Ал ана отырған үй қаңырап тұр дейді. Ешкім тұрмайды. Бұл да агроқұрылым. Ауылдың жайы осындай. Осы ауылда бір 12 атар қой болды, 12 тошық болды, бөлек. Мына жерде 38 деген үй болды. Осы арғы бетіміз тоқ, үш жағымыз егін болды. Сол уақытта жер жетінің осы егінің уақытында дүркіреп ту форумынан, районнан, жерден, сапқоздардан, ту алғай жақтардан, жерден кісі келді жұмысқа осында тартылып. Қанша үлкен общежитие, жұмысқа егінге, арпа, қара бидай, дәнді дақыл егілді малға. Соның несімен
бүткіл Россияның жерінен осында әкеліп жүр. Жұмысшылар бәрі түгел. Бүткіл осы КАМАЗдың бәрі осына егін тасып. Сол уақытта күркеліп тұрған ел ғой. Осындай жағдайға қазір душар болды. 90-ның бер жағында, 95-96-ларда мысалы өте қиын уақыттар болды ғой. Малдың реті азайды. Мысалы, ешқандай үкіметтен көмек болмады. Мысалы, ол кезде қожалықтардың өзіне де көмекті болған жоқ. Малға қаржылай не беру, әркім шама келгенше әлгі тарта жесең тай қалады, қоя жесең қой қалады, қоймай жесең не қалады деген. Енді сонымен күн кешті халық деген шынын айтқанда. Бірде бар, бірде жоқ. Түсірілімді аяқтадым. Еламан ауылынан шығып, кетіп бара жатырмыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда тағы да шығарылымдар міндетті түрде болады.